сондай бір солқылдақ заң біздің елімізге неше түрлі ағымдар да, секталар да, басқалар да кіріп кетті. Қалайша сонда сіз парламентте отырып, сол заң алдыңыздан өткен кезеңде осы заңды жіберіп алдыңыз? Бүгінгі күнде дін мамандарынан абырой кетті, оны өзіңіз де білесіз. Муфтиятта қадір қалмады. Ал енді сізден кейін 4 муфти ауысып отыр. Бірақ сол 4 муфтидің 3-еуін сіз шәкіртім дейсіз. Осылардың еңбегіне қандай баға қояр едіңіз? Құрметті көрермен қауым, қазақ елі, ассалаумағалейкум. Біз әдеттегідей бүгін кезекті өзіміздің подкастымызға жиналып отырмыз. Бүгінгі біздің болатын сұхбатымыз ерекше сұхбат болады. Себебі бұл сұхбатта ұстаз бен шәкірттің арасындағы сұхбат деп қабыл етіңіздер. Сұхбатқа құрметті муфти, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының негізін қалаған тұңғыш муфти Рәтбек Қажы Нысанбайұлы хазіратымызды шақырып отырмыз. Бұл кісі менің ұстазым, бұл кісінің алдында отырып білім алдық талай жылдар. Қанша жыл бұл кісімен қатар жүріп қызмет еттік. Енді бұл кісінің бізге өмірде үйретері көп. Себебі ұстаз әрдайым ұстаз болып қала береді, шәкірт болып қалады. Сондықтан да бүгінгі сұхбатымызда мен мүмкіндігінше осы түрлі алып қашпа өсек әңгімелер бар, айтылмай қалған сырлар бар, жасырын көлеңкеленіп қалынған тарихтан қалып қойған іздер бар. Осы нәрселерге байланысты ұстазыммен бір ашық сұхбат құруды жөн көрдім. Құрметті муфти хазірет, қош келіпсіз. Мынау өзіңіздің алдыңызда отырып талай дәріс өттік. Енді сол бүгінгі мен қойғым келіп отқан нәрсе, сол 90-шы жылдардан кейін қалып қойған түрлі ой пікірлер бар. Сіздің замандастарыңыз бар. Қала берді қазір жүрген адамдардың да дін дұшпандары бар. Сізді қайтса әлі күнге шейін де бір қаралап көрсеткісі келіп, немесе бір көлеңкелік көрсеткісі келіп жағдайлар болады. Соған байланысты сол сұрақты көрінгеннен емес, көшеден емес, тікелей өзіңізден сұрауды жөн көрдім. Сондықтан мен мына бірінші сұрағым, бізде бүгінгі діни сенім еркіндігіне байланысты заң қабылданған. Ол заң бойынша сондай бір солқылдақ заң біздің елімізге неше түрлі ағымдар да, секталар да, басқалар да кіріп кетті осы заңның аясында. Әлі күнге шейін сол заң сол қалпында тұр, қатты өзгерген жері жоқ. Бірақ бір қызық жері сонда, 1992 жылы сіз ол кезеңде бас муфти едіңіз, парламент депутаты едіңіз. Бұл заң сол 92 жылы қабылданды. Қалайша сонда сіз парламентте отырып, сол заң алдыңыздан өткен кезеңде осы заңды жіберіп алдыңыз? Осы жайында білгім келіп отыр. Ал енді себебі әлі күнге шейін Қазақстанда түрлі бағыттағы миссионерлер осы заңды пайдалана отырып еркін жұмысын істеп жатыр. Осыған не айтар едіңіз? Өте дұрыс айтасыз. Мен 93 жылдан депутатпын. Мәселен, ол уақытта Горбачев басқарады Кремльді, бұл жерде Колюм басқаратын уақыт. Бірақ осы депутат болып отырған кезімізде бір нелер мәселелер егемендік алған жоқ қой, егемендікке босатылғаннан кейінгі өзіміздің мәселелерімізді, өзіміздің заңымызды қарай бастадық қой. Сол уақытта бұл нелерде бұл заңды қараған уақытта мен жарадар болып больницада жатқам. Мен бұл заңды алған уақытта мен жоқпын. Сондықтан оған мен бір нәрсе деп айтуға хақым жоқ. Болсам мен оны ашық айтар едім. Ал жоқ уақытында қалай қабылдаған мен өзімде білмеймін. Сонда сіздің қолыңыз сынып жатқан кезеңде өткізіп алды ма бұл заңды? Өткізіп алды. Ол уақытқа шейін бұған ондай мүмкіндік берілмеген еді? Берілмеген. Мәселе қайда жатыр? Ендеше мына жерде 1990 жылы Совет үкіметі құламаған тұста Орта Азия мұсылмандар діни басқармасынан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасын бөліп алып шықтыңыз. Сол мұсылмандар діни басқармасы бөліп алып шыққаннан кейін ең бірінші қолға алған ісіңіз ислам институтын ашу болды. Оның енді шет жағасында біз де болдық, сол кезеңде студентіңіз де болдық. Енді осы ислам институты 90-шы жылы ашылды. Бірақ сол 2000 жылға шейін аралықта талай толқын шәкірт шығардыңыз. Олар бүгінде Қазақстанның бір 70-80% сол сіздің шәкірттеріңіз әлі күнге шейін істеп келе жатыр. Сол ислам институтын бітірген балдар 90 мен 2000-ның арасындағы ешқайсысы диплом алған жоқ. Бұның салдары кейіннен 2000 жылы өзіңіздің орныңызға билікке келген
Әбсаттар қажы Дербісәлінің тұсында ол келе салып ең бірінші жасағаны сол имамдардың яғни алған кезде діни деңгейін тексеремін деді, дипломдарын сұрай бастады. Бірақ ешбір имам болып жүргендер диплом көрсете алмады, себебі олар алмаған еді. Бұның себебі неде? Неге солар диплом ала алмай қалды? Дұрыс, өте сұраулы. Мен 1975 жылы Либия университетінің шариғат және халықаралық заң факультетін бітіріп келіп, Қазақстанды дінді басқаруға келгенімде, Қазақстанда 25-ақ мешіт бар екен. Қазақстан бойынша 25-ақ мешіт бар екен. Соның ішінде 6 облыста бүтіндей мешіт жоқ. Қостанай, Торғай, Жезқазған, Маңғыстау, Өскемен, Талдықорған. Ал енді қазақ сол 25 мешіттің ішінде 2 қазақ имам бар екен. Біреу Түркістандағы қаласындағы мешіттің имамы 90-ға келген шал, әйтеп зорға тұрады. Қазақ. Біреу Арыстағы мешіттің имамы, ол 80-нің ояқ бұяғында. Ал басқасы, басқа этностардан. Ал олар біздің тілімізді де білмейді, біздің әдет ғұрпымызды да білмейді. Бұлайша айтқанда, мешіт деген аты болмаса, одан діннен пайдаланып жүрген ешкімді көре алмайсың. Мен оған дәлел ретінде бір ордабасына бардым. Барсам, мешіттің есі ашық тұр. Іші кілем төсеп қойған, ешекпенен сиыр кілемнің үстінде күнбатысқа қарап тұрады. Соны кейін имам шақырдым. Имам қасында көрші екен. Мынау ешекпенен сиырлар маған айтып жатыр дедім. Хазірет берді, ешкім намаз оқымайды. Кешіресіз, біз оқып тұрғанға қапа болмаңыз. Құр тұрмасын деп оқып тұрмыз ғой деп, ол маған сыбырлады дедім. А сен неғып жүрсің деді. Анау имам тіл жоқ. Қолма-қол сөзді босатып кеттім. Оны кейін Арысқа бардым. Арысқа барсам бір бөлме. Бір бөлменің ішінде туалет. Жені намаз оқиды. Туалетпенен намаз оқитын жер бір болу шариғатта да, медицинада да жоқ қой. А бұл қалай болды? Енді кейін мен оның шауып, ол уақытта райком бардым. Осындай болды, осындай. Мен дінге қатысым жоқ қой. Дінмен шатағым жоқ менің деді. Жоқ, кешіресіз деді. Дінмен шатағыңыз болмаса дінге араласпай қойым. Бірақ азамат кімдікі деді. Азаматтар кім деді. Совет азаматы. Оған жауап бересіз деді. Барып көргеннен сейтті қалды. Ал енді мен қазір дедім, Алматыдан санитарный шақырып, атты жасатып Москваға жазсам, бірінші сіз кетесіз деді. Оны кейін аржақ кете берді. Ойбай, мынаған деп, бір жерден үйлер тауып беріп зорға құтылды. Көрдіңіз ба? Мен осындай өмірлерде мен дінді әкелген адаммын. Ал енді оны білгірлер, ақылдылар көбейіп жатқан шығар. Бірақ бұны қалай? Сол уақытта қалай екен неге? Сонда 2 имам қазақ, басқа қазақ жоқ. Бұған қалай қарайсың? Сонда олар имамдар татарлар, күрттер, өзбектер, олар қазақтың тілін. Ал Бұқараға Мирараб медресесіне, және Ташкенттегі Исмаил Бұқари атындағы медресеге қазақты қабылдамайды. Оның орнына Қазақстандағы өзбекті, күртті, татарды қабылдайды. Қазақстанның атынан. Бірақ Қазақстанның атынан олар оқытады, кейін бітіріп келгеннен кейін қазақша білмейді, қазақтарға ол сіңамайды. Мені осындай бір бүлініп тұрған уақытта келіп, дінді басқарған адаммын мен. Аяғы неге айтпайды бұлар? Оны қалай жөндеу керек? Өйткені кадр жоқ бізде, қазір жоқ. Имам болатын адам жоқ. Бұқараға оқытпаса бізді. Исмаил Бұқариға оқытпаса бізді. Қазақты жолатпаса, біздің орнымызға өзбекті оқытса, біздің орнымызға татарды оқытса, біздің орнымызға күртті оқытса, оның не пайдасы бар бізге? Тілді білмейді оған, әдет ғұрыпты білмейді. Міне осындай нәрселерден келіп, әртүрлі сөзді шығаруға өздері дайындап отырғаны ашық болды. Сондықтан мен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасын бөліп алуға өттім. Ал енді оны бөліп алғанды айтатын болсам, мен негізі Кремльмен өте жоғары байланысты болғам.
Biz Kuveyt'e bardық. Горбачевтен кейінгі адамдармен. Горбачевтен кейінгі адамдармен Кремльдегі. Kuveyt'e барғаннан кейін сол Кремльден барған Тілмаш 5-6 минуттен кейін жарамай қалды. Өйткені араб тілі бай тіл, және шариғатқа жақын тіл, оған жауап бере алмай тұрып қалды. Одан кейін жаңағы Кремльден барған басшысы жүгіріп келді. Қайратбек, Қазірет құтқармасамыз біттік, біз барғасын бәрімізді орнымыздан алып тастайды. Ол премьер-министрдің есінде тұрмыз. Одан кейін мен жай тұрып, құрметті премьер-министр, ана муатинитхасфият етедім. Мен Совет одағының азаматымын дедім. Олекен ана Түркістан деді. Бірақ мен мұралардан емеспін. Мен Түркістандықпын. Мен мұсылманмын дегенге бардым. Ол отырды сұмкысын қойды қарап. Одан кейін мен Түркістанның, Бұқараның, Самарқанның тарихын араб тілінде 1,5 сағат сөйледім оған. Ол 1,5 сағат сөйлеп, 3 сағат сөйлеп, оны аман есен бір құтқардық. Бірінші жолы. Ал арқарап кете бер десең, кете берем. Ар жағында айтып бере берем. Айтып берейін ба? Жоқ, осы жерден сіз Тоқтайын осы жерде. Иә, осы жерден жаңағы неге шәкірттер диплом алмады? Өзіңіз ашқан ислам университетінің шәкірттері. Диплом алмаған мен 2 жылдық қылып аштым. Өйткені бізге кадр керек, тез. Бірақ 2 жылда 4 жылдық оқуды оқидым. 2 жылда 4 жылдық оқуды оқидым. Өйткені балдарды қабылдаған мен өзім қабылдаймын. Ешкім араласын, әке шешесі біреуге араласамайды. Отырғызып, нервіне ма, ала алатын бала ма, аламайтын бала, бәрін алып болғаннан алам да, енді тырп етемайтын өздерінің арызын жаздырып қабылдаймын. Сөйтіп 4 жылдық оқуды 2 жылда аяқтатып отырдым. Бірақ мен диплом бермедім. Неге? Ол 2 жыл деген атпенен оқып жатыр. Оны әртүрлі. Кейін, біраз имамдар жеткілікті болғаннан кейін қайтадан оқытып, ең нағылып болып, одан кейін диплом берем деп ақырына қалдырып қойған. Тағы сонда қайта жинап тағы 2 жыл оқытуға ма? Тағы да 2 жыл оқып, 4 жылдық несін көрсетіп тұрып, одан кейін диплом берем деп қойған мен. Бірақ мен оған жете алмай кеттім. Ал ол мәселен сол 2 жыл оқығандар әлі көбісі басқарып келе жатыр ғой. Істеп жатыр ғой. Әлі көбісі солар басқарып келе жатыр. Істеп жатыр, бірақ екінші кезектегі молдалар оқып жатыр да. Уақытысында муфтият құрылмас 1 жыл өте дін дұшпандары сіздің қолыңыз сындырды. Одан зардап шектіңіз. Мүмкіндігінше сізді қаралап көрсетуге тырысып бақты. Түрлі өсек аяң тарқатты. Сол заманда, сол уақытта. Соның ішінде Ратбек қажының сейфінен коньяк шықты, басқадай болды деген өсектерді тарқатты. Бұның бәрі кімге керек болды сіздің қолыңыз сындыру? Ол 10 жігіттің істегені. 10 жігіт. Бұл 10 жігіт, 10-ы да қазақ. Олар Омскінікі, Томскінікі, нелерден, бүйірдегі емес, Россиядағы қазақтардан. Бір өзіміздің жергілікті қазақтан біреу жоқ. Бұларды Ташкент әрқайсына 20 000 рубльден пәрелеген. Соның қолын сындырып, құртып, біз қайтадан діни басқарманы өзімізге қосып алуымыз керек. Мақсат діни басқарманы жауып тастау ғой. Діни басқарманы жауып, маған жала жауып, діни басқарманы болды енді қайтсын Ташкентке дегізіп, қайтарып алмақшы болып, соларды жұмсаған. Сонда бір 9-ына беріп, біреуіне бермей қалған екен. Соған Шүкірла деген Шымкенттегі имам 20 000-ды әкеп, дипломатымен біздің қарауылханада отырғанда, маған біреу хабарлады, ананда 20 000 рубль. Аналаған әкелді біреуіне. Шарт, оны тастайса шамадан алып, дипломатын тастап қашты. Сөйтіп ашып қарасақ 20 000 ақша. Кейін өзін ұстатып әкеп, мойындатып, бүтіндей жұмыстан оның өзінде құртып, бәрін ағып, мен осылай, бұның барлығы Қазақстандағы діни басқарманы қайтадан Орта Азияға қайтару үшін істелінген нәрсе. Аналардың пәрелеп, сол пәресіне жаңа 10 ақымақ қазақ келген. Ол бірақ біздің Қазақстанның қазақ емес. Аяқтыке бәрі. Көрдіңіз бе? Қазақ деген аты болмаса, оның бізге қатысы жоқ адамдар. Бұған не дейсіз? Бұл елдің жауы емес па? Әрине. Оны ашкім айта бер. Бірақ солар мен наған екен өздерге өлтіріп арақ ішкен. Сол ішкен арағын бөтелгесін мен ішті деп қойып қойған. Өздері ішкен бөтелгені маған аударып қойып қойған. Ол
енді мен өзімді ақтайын деп тұрғаным жоқ. Мен лимонад ішемайтынмын. Лимонад, самолетте ұшып бара жатқан лимонад берсе, маған сіңбей тұғын. Ал арақты қайтып ішемін. Мен біреуге жан ұстайын деп отырғаным жоқ. Ішкенімді не қыла қалады? Мен ішпеген адаммын. Тура ма? Ал бәрі ішіп жүрді ғой, не қылды? Бірақ мен оған бара алатын адам емес. Осы жала емей немене бұл? Құр сөзді құрастырып айта беру үшін де орны болу керек қой. А мен лимонад жемайтын адам арақты қайтып ішемін мен. Мен осының бәрі жала емес па? Әрине. Енді осы жерде тағы бір сұрақ туындап тұр. 1990 жылдың күзінде, егер шатаспасам, ол кезде біз студентпіз. Сол кезеңде күзге қарай оқып жатқан кезеңде бір күні мынандай хабар келді. Сауд еліне оқуға кетейін деп жатқан 150 баланы хазірет ұстап алып, бәрін еліне тарқатып жіберіпті, қайтарып жіберіпті деген сөз келді. Оның ішінде біздің арамыздан оқып жатқан жігіттерінде 1-2 балдар болды. Кейіннен осыларды қайтарып жібердіңіз. Бірақ сол кезеңде сол жердегілерден сұрақ туындады. Қалай ғалым адам дін жолына оқуға бара жатқандарды қалай тоқтатады деген сұрақ туындады. Енді ішінен неше түрлі ақылдылар болады ғой. Сол ақылдылардың айтқандары болды. Бұл егер бітіріп келетін болса, ертең орнына таласады деп қорқады. Сол үшін жібермей жатыр деген әңгімелер де айтылды. Осы оқиғаны өз аузыңыздан естісем. Өте жақсы. Мейлі, орнына таласады деп ойласа, олардың өзінің ойы. Ал енді ол 150 бала Вахабиске кетіп баратыр. А біз Вахабис дайындамаймыз ғой. А Сауд Арабияда Вахабистер оқиды. Мен қайтарып қалдырдым. Ешқайсысын жібермедім. Ал мен елімді, жерімді одан сақтағаныма жатпай ма бұл? Жатады. Жатады. А мен сақтап отырсам, олар менен даттап отыр ғой. Бұл даттауы қалай бұның? Енді түспегендік қой. Ал енді кейін біртіндеп жайлап қашып барып, қазақтардың жасырынып оқып жүрген екен. Мен бардым, іздедім. Мен барған екен Маккадағы, Мәдинадағы оқып жүрген қазақтар қашып кетіп қапты. Енді Монғолиядағы қазақтар маған келді. Аналар қашып кетті, қазір сізді көріп естіп, бізді сұрап жаман қылады деп. Ана жетеу екен, Монғолиядан келген. Жетеу келді, мен айттым, айналайын. Сен де бауырысыңдар сендер деді. Сендер мынаның діни ілімін алмаңдар деді. Араб тілін үйреніңдер де, ертерек Монғолияға қайтыңдар деді. Дінді Монғолияға барып үйреніңдер деді. Олар араб тілін сөйлейтін болғаннан кейін бәрі тастап маған келді. Келгеннен кейін мен батам деді. Барғаннан кейін олар мешіт ашты. Оған дейін бір мешіт болмаған. Монғолияда бір мешіт болған. Мешіттер ашып, өздері мүфти сайлап, әзірге дейін сол мынау нелерде оқыттым мен әлгі меркедегі медресемде. Сол төртеуі меркедегі медресені оқытып жүр. Солар барып мешіт салып, мүфтилік құрып, әзірге дейін солар мүфтилікті құрып. Осы жаман ба? Әрине жақсы. Бұл оларды сақтап рахметін айтты маған. Құрып кетер екенбіз, Құдай сақтап қапты Хазіретті. Алтайский крайдан әкеп оқыттым. Оны да мүфти. Омскіден әкеп оқыттым. Ол аймақтық. Бәрі мен Қазақстанда қазақ емес, шетте жүрген бауырларымызды тәрбиелегенмін. Бұл жаман ба сонда? Бірақ басқа неге мен қазір де айтамын. Қазір енді Египеттегі Алиасқар университетіне баруға қарсымын мен. Қазір Египеттегі Алиасқар университетін вахабистер, ихван муслиминдер барлығы басып кетті. Барлығы солар оқиды бұл. Енді оны оқудың қажеті жоқ. Бізге араб елінен барып дін үйренудің қажеті жоқ. Тіл үйренуге барса рұқсат, дін үйренуді өзімізді үйрену керек. Бітті. Олар бітті, олардан үйренуге болмайды. Енді жаңа айтқан сөзіңіздің жалғасы, бұл енді өз басымнан өткен нәрсе болғаннан кейін айтып отырмын. 93 жылы балдар кетті, 150 бала, жаңағыдай әңгімелер тарқады. Арқасынан сіз бізге пайғамбарлар тарихынан сабақ беруші едіңіз. Сонда сізге де жеткен болу керек шамасы. Бір сабаққа келгеніңізде бізге айттыңыз. Сендер ойлайтын шығарсыңдар, дінге оқуға кетіп отқаның бар, бұл дінге қызмет етеді деп. Бұлар ертең бітіріп келетін болса, бұл қазақтың жауы болады дедіңіз. Ертең көздеріңнен жас емес, көзінен қан шығады бұл дедіңіз. Бұл сөзді айттыңыз. Айттым. Бірақ енді сырттағы дұшпандар да өз жұмысын атқарып жатты ғой. Содан кейін сол сөзге жартылай сендік, жартылай сенбедік турасы керек. Басқасын білмеймін, өз басым. Содан кейін ойладым, мен бұл ақталудың бір түрі шығар дедік те қойдық. Жылдар өтіп жатты, уақыт өтіп жатты өз уақытымен. Енді 2000-ші жылдардан кейін сіз биліктен кеттіңіз. Сол кезеңде Әбсаттар Қажы
билікке келгеннен кейін арқасынан өзіңіз де білесіз, мына батыс жақтарда түрлі терактілер болды, жарылыстар болды, жамбылда адам өлімдері болып жатты. Сол нәрселер болған кезде 93 жыл болған осы оқиға менің есіме түсті. Себебі сол кезеңде жасырын оқуға кеткендер, солар бұл оқуын бітіріп келіп, елге келіп, енді елде түрлі ағымдар пайда бола бастады. Сәләфтер пайда бола бастады, анау деді, нұршы деді, толып атқан ағымдар пайда болды. Бұлардың бәрі 2000 жылға шейін бой көрсеткен жоқ. Біз ажыратпайтынбыз, мынау сәләф екен, мынау басқа білмейтінбіз, себебі турасы керек. Әлемдік саясатты білмегендігіміз бар, жастығымыз бар, ол кезеңде 20-дан асқан кезіміз. Сондықтан жаңаларды ажырата алмадық. Бірақ 2000 жылдан кейін бұлар бет-бересін ашқан кезеңде сол кезде айқындала бастады көп нәрсе. Сол жаңа терактілерден кейін мен сол кезеңде таң қалдым. Егер сол кезеңде сол 150 бала кеткенде не болар еді? Сол кетпегеннің арқасында мынандай болып жатыр. Кеткенде атымен құрдымға кетер екенбіз ғой. Яғни алған кезеңде адам көп нәрсені жылдар келе өзі қорытындылап түсінеді ғой. Жаңа 150 баланың кетпей қалған, алы кеткен адамдардікінің бәрі жай бір жала өсек екенін өзімен өзі ашылып қалды. Сол кезеңде түсіне бастадым. Сондықтан бұл өз басына өткеннен кейін сұрап отқан жағдайым. Енді халық арасында жиі қозғалатын тақырыптың бірі, сіздің атыңыз аталса, Алматыдағы орталық мешіттің құрылысы 10 жылға созылды. Осы 10 жылға созудағы мақсат ақша жеу болды дейді. Сол ақша жеу үшін ол ұзақ созып, ұзақ мерзімде салынды дегенді айтады. Осыған не айтасыз? Өте дұрыс. Енді тыңда. Бұл мешітті салу үшін өл квартал болған, барак. Барактар болды. Сол баракта 30 үй болған, 30 семья. 30 семьяғаны көшіру үшін кім көшіре алады? О үйді кім әпере алады? Сол үшін қаланың әкімімен мен келістім. Қаланың әкімі қазір жылына 10 үйге ғана үй берем. 3 жылда 30 үйді көшіріп берем деді. Сөйтіп 3 жылда 10 үйден беріп, 3 жылда ол үйді сол жердегі 30 отбасын көшіріп алды. Онда 3 жыл кетті мен. Енді бұлар кеткеннен кейін анау қазіргі мешіт салған жерде кешкі мектеп еді. Оны Нұрқадиловке айтып жүріп, жаңағы шығылайын деп жатыр деген акті жасатып, оны бұздырдық. Оған уақыт кетті. Оған кетті. Енді бастаймыз деп әкелсек, оның астынан военный кабель өтіпті, әскери. Секретный военный кабель өткен. Ал ол военный кабельді алдыру үшін Москвадан рұқсат сұрау керек екен. Мен Москваға жазған арызыма 1,5 жылдан кейін жауап келді. Сонда 4,5 жыл өтті ма? Ал енді бөрге келгеннен кейін жазғаныма 1 жылдан астам біздікі ұстады. 5,5 жыл болды ма? Ал енді болды, бұл енді бастаймыз десек, өрден канализация өтіпті. 10 жыл жету керек. Енді канализацияны өткізу керек. 10 жыл жету керек. Оған да кетті уақыт. Тағы. Үстіп жүргенде 6-7 жыл осы жерді тазалауға кетті. Енді мешітті саламыз деп тұрғанда инфляция пайда болды. Баяғы жиған ақшаларымыз көбік болып кетті. Ұшып кетті, құны жоқ. 1 тиын қаспай қалды. 1 тиын қаспай. Енді мешітті қалай саламыз? Сонан мешіт саламай мен Бурабайға кеткем. Сингапурдегі бір жолдасым Малезиядан звондады. Қазірет, сіз мені жақсы танисыз, пәленше деген жігітпін. Мен сізге $500 миллион апарып берем мешіт салуыңызға. Көмекке. Кел дедім. Сол келгеннен кейін мен келіп қабылдап алып, банкіге мешіттің салуына деп өткіздіріп алып алдым. Енді мешітті бастауға өттік. $500 миллион келді ғой. Енді мешітті бастауға келгеннен кейін, енді бұның материалдарын қалай? Біздегі сыртында қойған жабыстырған ақтар бар ғой. Бізде Түркиядан алдырғанынан 3 есе артық шықты. 3 есе. Оны аламайтын болды. Содан кейін Түркияға хабарлап, Түркиядан жаңа сыртындағы аппақ мрамордың бәрін Түркиядан пойызбен әкеп өшірге түсірді. Одан бүйірдегі мрамордан 3 есе арзанға әкеп берді. Әкелуі бәрі болып, одан 3 есе арзанға. Сөйтіп сол мраморды Түркиядан алдырды. Сөйтіп ол 1 ай
неде вокзалда тұрыпты. Оның штрафы 1 миллион болыпты. Жаңбыр Амырдың тұрып қалғанына бір айына 1 миллион штраф төлейтін болыппыз. Онекен онда күйеу бала еврей. Білесің ғой? Иә. Храпанов. Иә. Күйеу бала ғой ол. Шақырды, тоқта берке. Кел. Сен қарындастың қалың малын төлегенсің бе? Жоқ, төлеген жоқ. Онда қалың малы төлейтін жағдай келді саған. Әнерге 1 миллион штраф салып, банау мен әкеп қойып тұр екен. Ертең ол жерде ол нелер тұрады деді. Болды, мен орындаймын. Ертесіне әкеп қойып. Бұл қалың малдың бір бастамасы. Қалың малдың есебінен 1 миллионды өзі қалай құтылды мен білмеймін, әкеп қойып түсіріп берді. Енді оны қалау үшін тағы 1 миллион керек екен. Жасау үшін. Оны кетті. Тағы күйеу бала шығады. Тоқта, сен әлі қалың мал толық төлемепсің. Қап кетті ғой. Сонан не болды? Енді бұған 1 ай рұқсат бересің деді. 1 айдан кейін бұны қалаттырамын деді. 1 айдан кейін болды, қалайын деп қалаттырып берді. Бұл жерде Храпановтың қосқан үлесі көп. Күйеу баламыздың да қалың малын өндіріп. Мені үстіп жүріп, ал енді сол мешіттің фундаментін қазған күннен бастап сол сүйердегі этностардың бәрі ақша бермей қойды. Татарың да, ұйғырың да, түркің де бәрі қашып кетті. Біреу ақша бермеді. Татарлар ақшаны жиып қазанға апарып өткізетін болды. Оны ұстаттым, қайтаттым. Ойбайлап кетті. Неше жыл болды, неше ғасыр болды сендердің келгендеріңе. Сонда Жүсіп деген ұйғыр татар болған Қодайыптың әкесі Меңді Ахметтің нағашы туған. Шақырып, ол жылап жіберді. Қазірет бұл оңбағандық. Ойбай қайтартайық деп қайтартып алдырды. Міне, бұған қалай қарайсың? Міне, бұл жатқан талас. Сөйтіп жүріп, кейін мен 113 миллион ақша түсірдім. 113 миллион. Әр жерге барғанда, уағыз жасағанда, мәселен, Шымбұлаққа барып, уағыз жасап, анау неге барғанда, сөйдегі бата бергеніме 5 миллион ақша алдым. Мешіттің құрылысына. Сөйтіп, сонда иғылып жүріп, 113 миллион түсірдім. Ал енді, араб елдеріне барғанда, 10 мыңдап, 5 мыңдап доллар берді, оны әкеп өткізіп отырып, сөйтіп жүріп, осыны 10 жылда бітірдім. 7 дей ма, іш қойды дейді ма, білген іштесін. Қайсы неге қосты кән, айтшы, кім қосты? Осыны құдды сөйтіп жазамын деп, журнализм кім еді, Мұхаммед не деген бар еді ғой. Мен үстімнен арыз жазамын деп. Иә, Қалтай Мұхамеджан. Қалтай Мұхамеджан мен үстімнен арыз жазып, бұл КГБ-нің адамы, не анау мынау деп жазамын деп, өз сотталады болып, Москваға барып арам өліп келмеді ма? Қалай өзі құтыламай қалып, 1 миллионға жоқ не төлейтін болғасын, анаяққа барып өліп келді ғой. Бұның бәрі қайдан келіп жатыр? Бұның бәрі осындай өсектен келіп жатыр. Сол сияқты өсекшінің бірлері олар. Түсінікті. Тура ма? Тура. Ендеше, сіз ашқан Ислам институты жұмыс істеп талай шәкірт шығарды. Бірақ 1995 жылы сол институттың басына 22 жастағы Мысырды шала бітірген жас жігіт әкеп ректор қойдыңыз. Бұның себебі неде? Енді бұл да дұрыс. Бізде бұрын Бұқарада оқыған да жоқ. Ташкентте де оқытқан жоқ. Бізде имам болатын 2 адам қазақты айттым. Ал енді оны басқаратын кім бар? Ал енді басқалары мен коммунистпін деп жоламайды. Жастар комсомолмын деп жоламайды. Ал енді сәл сауаты бар, әшейін маған ақпарат беріп тұратын басқартып қойдым, ол директор болып қатырып деп тұрсың ба? Басқартып маған беріп жеткізіп тұратын қойдым болды. Түсінікті. Енді 1994 шамасынан бастап қазақ еліне діни экстремистік бағытта, яғни сәләфтардың басқалардың кітаптары кіре бастады. Олардың өзі аяқ алып келуі, сол кітаптары қосылып келетін әдеті. Сол уақыттары солардың біраз Қазақстанға кіріп кетті. Бұл қалай, бұны қадағалай алмай қалдыңыз? Ол аэропортпен келгендерді таможняда мен ұстадым. Таможняда ұстап, акті жасатып, оның бәрін жаптырып тастаған. Кейін бұлар ондайды кіремайтын болғаннан кейін өзінше басқа жолмен іздеп, өзінше тығылып жүргендер кесе келген шығар, бірақ көрініп келген біреу жоқ. Ол уақытта мен уахабиспін, мынандай деп айтатын сөз жоқ.
аузына аламайды ондай сөз. Оны білеміз. А? Иә, ол кезде солай болды. Сол үшін ол әшейін құр сөз. Олар жасырып әкеп тығып жатса жатқан шығар. Бірақ көрсете алмайды ғой. Бірақ мен кеткеннен кейін 2002 жыл, 2004 жылдан бар уахабистер келіп басқара баспады ма? Иә, болды. Сонан ақ біле бермейсіз. Қай кім әкелді, қалай келді. Содан шығарып алыңдар. Тура ма? Оның маған не қатысы бар менің? Өз аузыңыздан естейін дедім ғой жауапты. Сол айтылып отқан жылдар ішінде муфтиятты айналып шетелге оқуға асып кеткендер болды. Жа өзіңіз 90 жыл тоқтатқаннан кейін білеміз, одан хабарымыз бар, бірде-бір самолет Қазақстаннан шыққан жоқ тікелей. Жаңа шет жаққа оқуға, діни оқуына. Бірақ дегенмен кейін 2000 жылдардан кейін осылардың бәрі бас көтеріп өздерін көрсете бастады. Анандай бітіріп кетті, мына жақта бітіріп кетті. Осылардың бәрі қалай сол жаққа шығып кетті сонда? Олар жасырып кеткен. Мәселен, Пакистанға кеткен. Мәселен, Түркияға кеткен. Мәселен, Египетке кеткен. Сауда Арабияға кеткен. Сауда Арабияға мен барғанда олардың муфтиі ол шақырды Маккада. Хазірет келіңіз, бардым. Муфтиі екі көз көрмейді, бірақ бір пахтидің құдасы, патшаның. Хазірет, Қазақстаннан Маккада, Мадинада оқитын балдар бар ма деп сұрады. Жоқ. Неге? Хазірет, бұл жерде жер ыстық дедім. Біз ыстық жерге шыдай алмаймыз. Біз орташа температурада жүрген адамдарымыз дедім. Сондықтан ыстыққа шыдай алмайтын болғасын берге келе алмай жатыр дедім. Мен сен уахабистсің деп айтпаймын ғой енді. Ана өзі отырған уахабистің бастығы ғой анау. Мүфтиі соның. Сонан кейін ол деді, Мысырда оқуға бола ма деді. Болады деді. Неге? Мысыр өрді қазақтар көп болған дедім. Билеген дедім. Ыстықтаса Нилге барып шомылып көп қайтып отыра беретін болған дедім. Ал Мысырға біз үйреніп кеткенбіз, болады дедім. Отырдық. Көрдіңіз ба? Египетті де біз биледік қой. Индияны да біз биледік. Қытайды да біз биледік. Оларды кім жасыра алады? Сол уақытта Нилге барып шомылып жүргеніміз рас қой. Александрияда Қайтбай бабаң қандай крепс қамал қалдырды. Ал енді Аз-Захиби бабаң қандай Египетті билеген. Бәрі өз бабаларымыз ғой. Бұны қалай жасырамыз? Осындай нәрселер бар. Мәселен, мен Түркияға 100 бала жібердім. Түркияға барғаным біреу бітірген жоқ. Египетке 80 бала жібердім. Содан 3-4 жүр. Пакистанға жіберген 20 баладан біреу бітірген жоқ. Не болды? Бәрі әшейін өсекш. Пәлен жыл оқып келдім деп өтірік айтады. Білім деген еш нәрсе жоқ. Бір күні Қарағандыда біреуі Қарағанды университетіне сабақ беріп отты. Өзі детдомыш еді. Жетімханадан. Соны мен Египетке жібергем. Бірақ барып ол оқи алмаған. 3-4 жыл жүрді. Сөйтіп, ол жерден әр жерде жүргенде бір оқыды, мешітте болды деген справка алып кепті. Ол справка келген екен, бұл соны бітірдім деп келіп, Қарағандыдағы университетке араб тіліне сабақ беретін болды. Оны Қазақстан бойынша КГБ-нің разведка жағында істейтін бөлімінің бастығы маған келіп айтты. Бізде Қарағандыда Алиасқарды бітірген жігіт араб тілінен сабақ береді. Кім? Ол детдомист қой. Я детдом өтірік деді. Ол оқи алмаған, вольный служитель болған деді. Ерікті тыңдаушы деді. Ал енді анау мынау десе сен шыныңды айт. Болмаса қазір звондайық десем, қазір алдында айтып береді деді. Айтқан екен, жоқ ойбай, мен бітіргенім жоқ деді. Бітіргенім жоқ мен. Ол деп ана алдында шөкке түсіп отырып қапты. Кейін звондады, қазір айтқаныңыз топпа туыр келді деп. Міне, осындай алаяқтарды да көргенбіз. Анаяқтан алаяқ болып алдап жүр. Әлі де келіп атқандар бар ғой. Әлі де келіп атқандар. Күн біреу кепті, мен Түркияға жіберген 100-дің біреуімін дейді. Осы уақытқа дейін алып жасырынып жүрсің сен деді. Қашып келгендерсіңдер ғой, қашып келгендеріміз. Міне, қандай? Мұндайлар көп қой бар. Бар ғой. Еңбекті мен етем. Бірақ та олар қалай сонда? Оқи алмай келгенмен, ал енді мен Атырауда болдым. Атырауға барып, Иманғали 100 000 адам шақырып, мешіт салып, ашты.
Оны өткіздік жұма күні. Енді жұманы өткізейін деп жатсам, бір атыраулық шал: «Әй, мүфти, оңтүстіктен! Оқып жатқанның бәрі оңтүстіктен!» деп мұқатып сөйледі. Шарт қолынан жұлып алып: «Не деп тұрсың?» деді. «Кімсің сен?» деді. «Тұр!» деді. «Бесеу». Қатар отырған бесеу. «Тұр мынау бесеу. Мынау қатындарыңды тудыра алмасаңдар, еркек болып неғып жүрсіңдер?» деді. «Мынау бесеуі бар, біз бесеуді оқи алмай келіп отыр» деді. Мен бір облыстан біреуден артық жібермеген. Сендерді енді қазақы жер ғой деп бесеу жібер. Міне бесеуді отыр деді. «Қатындарын тудыра алмаған екен, мынау туылмаған қатыннан туған балдарың мынау отыр» деді. «Не деп оттап тұрсың?» деді. Отырды да қалды. Жұма намаздағыда аузын аша алмай қалды. Өзінің бесеуін көрсетіп қойып айтқан екен, қайқа барарын білмей қалды. Ал енді Арқалықта бардым. Жаңгерді деген ауданда мешіт болмаған. Жопшық Қостанайда, Торғайда, Арқалықта болмаған. Жаңгерді деген ауданда мешіт ашып, жер барып тұр. Мен бата беріп аштым. Бір шал сөйлеп: «Әй, мүфти, оңтүстіктен, бәрі оңтүстіктен, бізден жоқ!» деп маған қарап бақшаңдады. Онда Кулагин үйірдің обком секретары. Кулагин қазақша судай береді. Ана күледі, қарап тұр. Бірақ та қолына сұрыпта: «Не деп оттап тұрсың?» деді. «Сенің қазір имамың кім екенін білесің бе?» деді. «Сенде де бір-ақ қожа бар екен, сол бір-ақ қожа бір бала тудырған екен» деді. «Меккеде медреседе оқып жатқан әкем, тұр міне әкеп тұр» деді. «Міне имамың» деді. «Оттама көп» деді. «Осы жерді сатқан сендерсіңдер» деді. «Қазақтың тілін сатқан да сендерсің» деді. «Қазақты сатқандар да сендерсің. Оттама көп» деді. «Баратын жеріңе бар, сиынғаның». Отырды да қалды. Кейін мені шақырып сол шалдар шапанын жауып, ат мінгізетін атым жауып зорға құтылды мені. Міне, ал, бұндай өсекшілердің талайын ойнатқан мен. Кулагиннің өзі куә, өзі шақырып алған. Міне, таң қалды. Міне, жүрек үнсіз. Бұл енді бұл мақтанған емес. Кулагин куә ғой, обкомның несі. Бұған қалай дейсің? Осындай жұмыстар менде болған. Бірақ мен қорқып жұмыс істеген емес. Бәрін бетін айтып тастады. Сондықтан мені қатты айтады деп те қорқады ғой. Неге мен одан қорқуым керек? Сол сияқты нәрселерді шындықты айтқанды да жақтырмайды. Батқанымды да бұларға өз сияқты дегендерінен қосылып сөйтіп жүргісі келетіндері жүріп кете берсін сөйтіп. Жақсы. Енді шер тағы сұрақ туындап тұр. Сіз билікті тапсырған кезеңде Қазақстанда 5500 мешіт бар дедіңіз. Ондай ақпараттар бар. Бірақ сіздің орныңызға келген Әбсаттар қажы билікке келгеннен кейін Қазақстанда бары жоғы 2300 шамасында ғана мешіт бар дегенді айтты. Сонда қалған мешіттер қайда кетті? Өте тұр. Тоқтал тамаша сұрақ. Мен мешіт дегенде әуел түсініңдер. Мен мешіт ашқанда қайтып аштым. Жамиғ бар. Жамиғ деген сөз мыңдаған адам намаз оқиды. Халқы көп жердегі мыңдаған адамдар оқитын жер жамиғ дейді. Енді завия бар, ауылдық жерде 15, 20, 100, 100-ге дейін оқитын. Өнекей намазхана бар. Осы 4 жолмен аштым. Бірінші жаме, үлкен қарадағы мыңдаған адамдар. Орталық мешіттер. Орталық мешіт сияқты. Алекен халқы тығыз жердегі халқы 100-деген адам оқитын завияны аштым. Өнекейін намазхана аштым. Жолда бір бөлме түсесап оқып кете беретін. Қайда осы. Аэропортта да, вокзалда да, мекемеде де бәріне ашып, больницада да басқа. Мынау түрмеде де ашып бердім мен сондайлар. Ондай да болды. Ал енді осы сияқты бұлардың бәрін ашқандарымның ұзын санын алған уақытта 5,5 мың болды. Онан кейін ана ауылдық жерде үлкен ауылдағы ашылған мешітке барып намаз оқиды. Бірақ 5 уақыт намаз оқитын бір бөлме, оны имам деген жоқ, молда. Ондай болды. 5 уақыт намазын оқып береді, бірақ жұма күні ол жерде намаз оқымайды. Жұманы анау жұма оқитын үлкен мешітке барып оқиды. Ауданға келетін, шалғайдан кішкентай ауылдарда бір намазхана орындар болды. Намазын әйерді 5 уақытқа ғана ашып беріп, соныменен ұзын саны 5,5 мың болды. Ал негізі мен кеткеннен кейін бұлар намазхананы жоғатты. Жаңа 15 үйге ашып берген молдалықты жоғатты, аналарды жоғатты. Сөйтіп болып мені кетемін, өтірік айтты деп өтірікшіге шығарамын деген сөзі мынау. Бірақ негізгі бәрі тұр ғой бәрі. Намазхананы да жоғатты,
Намазхана ешкімге мен оны керек болатын болса, КГБ-нің бастығына ашық айттым, сен қата қылдың дедім. Неге десең, бұл намазхана тұру керек еді деді. Сен өзіге аппарат қоймайсың ба дедім. Кімдер нақ іздеген адамдардың сүйрегіп өз жеке намаз оқитын деді. Соны түсіріп алып, кейін қаланың ішіне барғаннан кейін ұстап алып сөйлесе бермейсіңдер ма деді. Берді ұстамай-ақ. Неге бүйтесіңдер? Ұстағылар келмегенді. Демек сендер оны қолдадыңдар деді. Солай болып. Сөйтіп жаттыңдар сендер. Аузын ашамады. Міне істеген ісің сенің деді. Ал айтшы маған, не қылдың сонда деді. Не тындырдың сонда деді. Қайта өзіңе жұмыс істеп беретін жауап, сені аналарды қорғадың ғой деді. Міне бұны кім айта алады? Абылқайып сонда КГБ-нің бастығы. Не дейді? Аузын ашамады. Қажет болғанда біреулерге. Болды. Одан кім. Енді сіз биліктен кеткеннен кейін басқаны қойғанда бір үлкен тарихи оқиға болған жалпы муфтияттың құрылуын, муфтияттың Орта Азия діни басқармасынан бөліп алып шыққаныңызға байланысты, сол кезеңде қасыңызда көмекшіңіз болып найып болған Мұхаммед Хусейн Алсабиевке жауап солдың еңбегі болды, сол Москвадан бөліп алуға тікелей үлес қосты дегенді қылып көрсетуге тырысып бақты. Бұл кімге қажет болды? Адамдар ма? Иә, жалпы халықта. Сол кезеңде. Енді жақсы түсінді. Мен Хусейнді бастық қылып жібердім. Мен баруға болмайды. Мен баруға барсам, мен өзім амал іздеген боламын. Білдің ба? Мен өзіме не іздеп атқан болып қаламын. Ол Кремль біледі бұны. Олар біледі. Хусейнді бастық қылдым. Онан кейін анау меркедегі Балқарды имамды қостым. Онан кейін мінерде бір түрікті қостым. Мінерде бір күртті қостым, мұнандай. Мінердің бар медиа соғысты. Шал өз. Сар деген. Оны төртеуі төрт ұлт. Екі қазақты қостым. Шелектегі бір шал, Қытайдан келген орысша білмейді, қазақ атына қойды. Сарыағашта Шанан дегенді неміс тілін сабақ беретін қожаны қостым. Боксер. Екеуі қатар ұрып кетеді. От келіскен. Неміс тілін сабақ береді. Ол әкеп шақыртып оны қорғайсың дедім осылар. Балды шапанды кигізіп, имам қылып жібердім. Барғаннан кейін ең төмен сатысынан тастап, тапсырып штампы бастыра бересіңдер деді. Жаңағы Совет по делам религии при Совет министрліктің ең төменгі несінен апарып арызы беріп, штампысын бастырып ала берген. Ал болғаннан кейін біттік деді, Христоратовқа жақын қалдық. Соған ғана кіру қалды, басқа жоқ. Бірақ ешқандай жауап жоқ деді. Енді сен үндеме деді. Енді Кремльге барасың біз деді. Кремльге кіре алмаймыз деді. Неге десем, 6 айдан бері кіре алмай жүргендер бар. Сен онымен шатағың болмас. 6 минутке жетпей кіресің деді. 6 минутке жетпей кіресің деді. Менің атымды айтасың, осынша адам кіруіміз керек деп айтты дедім. Фамилиясы мынау деді. Қазірет айтты маған деп айтты. Келе бер депті. Келді. Кремльдің есігін ашынып кіргізіп алып, алтауында алып шыққан. Алдына қазақша барып жылай кәрі келдік. Кремль, неліні болған? Енді жерден босқа кете алмайтын шығармыз. Енді алатын шығармыз деп жүр. Ойбай деп алып су әкеп жуып, көзін ойбай деп. Әнерде Христоратов жаңа председатель Совет по делам религии, при Совет министрі. Қазір бұлар барғанша приказды жазып, Қазақстан мұсылмандар діни басқарма құрылған бұйрықты жазып, хабарлады. Болды дейді. Жазып қойдым келсін дейді. Барады. Барған екен алады. Аласа Хусейн маған қайт деді. Тоқтама. Артындағы жүрген өзбектерге абайла деді. Анауыңды ат жағыңа қой деді, бак жүрді деді. Олар қазір ереді аттарына деді. Олар 7 екен. Өзбектер. Олар да хабардар болып отқан ғой сонда. Жетіпті, 12 талтаңдап былай. Хей! Деп жаңағы бүйткен екен, аналар жайлап қала бастады. Қорқты ғана, анан спортсмен деген байқап қалды. Шарт бұлар машинаға отырғанда аэропортқа келіп, Алматыға жетіп келді. Түн жарымда түскен, бардың үйіне қайтарып жіберді, таксиге мінгізіп деді. Сен өзің үйге. Түнгі сағат 3:30-да Хусейн документті маған әкеп берді. Түнгі жарым, 3:30-да Хусейн жаңағы жазған документті маған әкеп берді. Сөйтіп, енді сейіпке сап қойып, сейіпті қайта ұстайым, қашып кетіп қалама дегендей. Сөйтіп,
ол сенбі күні кешке келді. Ал енді кейін дүйсенбі күні нағып, оны кейін жайлап жиып, жұмаға нағып болып, жұма күні ашып, 90-шы жылы 12 январь жұма күні діни басқарманы құртып тастады. Неге бұл енді Алсабековке қарай бұрып отыр енді? Кімге керек болды? Бұны бір ақымақ әтеге Алсабеков құрды, сонда мен істемеген, сол ғана шешен істеген болады. Шешен қайтып істейді. Шешен өзі мені шәкірдім. Ол кішкентайда мен оқытқан. Білем Ол күндіз мектепке барып, кешкеге үйде оқиды. Ол уақытта кігібам дейді. Түнде оқиды, бұны білмейді бала. Ал күндіз Забибул оқиды мешітте. Таңертең неде Исмаил оқиды. Түркия, не түрк. Таң ғана бар. Үшеуінде кігібі білмеді ғой. Ал бәрі оқып шықты. Солар бәрі еңбе кетті ғой. Қалай? Бұғын қалай қарайсың? Соларға білдірмей қалай алып шығып кеттім мен бұлар. Біраз жұмыс. Міне, дінді басқару оңайды болсын, оғанда бас керек. Оны құтылып жолы керек, doğru ма? Doğru. Енді шөре бір сұрақ туындайды. 1996 жылы Нұр Мүбарак Египет Ислам мәдени университетінің іргетасын қалағансыз едіңіз. Келістіріп, соны әртеу бір ретін келтіріп қаладыңыз. 2000 жылдарға қарай сол оқу ордасының мешіті бітті, бір ғимараты бітті. Бірақ сіз 2000 жылдары осы оқу орнын ашпадыңыз. Бұған не себеп болды? Дұрыс. Өте орын, сұрауы орын. Мен өзім ол жердің бәрін Нұрғадиловтан алдым. Мен мына жақтан 100 гектар сұрағам, мына тау жақтан. Одан қорқып мынаны береді деп істедім мен. Білдің бе, әйтпесе оны өзіне алайын деп жүрме, бір жақынына берейін деп жүрме деп ойладым. Оны кейін 100 гектардан құтылғаннан кейін мінерді болама қазірет деп. Менің өзімізде отқам сол жер. Өткен жолдың бойы Таразстанның. Барлығы канализация өткен, светі өткен, бәрі дайын. Келгенге де қолайды. Аны тау жақтың маған керек не? Мынаны алу үшін ананы 100 гектар сұрадым. Өйткені бізде Құран жаттайды, баудың ішінде жүріп оқу керек, көлеңкеде жүріп оқу керек деп былайына қылдым. Кейін ананы бергеннен кейін шарт сол жердің бәрін бекіттіріп, қоршаттырдым. Әуел қоршаттырдым. Онан кейін ана мейманхана салдырдым. Онан кейін мешіт салдырдым. Онан кейін ар жағында балдар оқитұғын салдырдым. Оқу корпусы. Ал бұларды енді тағы бір олардың тұратығындай үйлер салыну керек еді. Ол ақшаны жеп қойып бұл саламай қалған. Соған қарап мен тұрып қалдым. Соған қарап, оны ашқан Мұхаммед Али Махшуб. Египеттің дін министрімен мен ашқам. Біз сағамыз. Ол киносында да тұрып отырсын. Ал оны ақшасын төлеген Мұхаммед Хусни Мубарак $30 миллион. Соны жеп қойыпты. Соны нағып тұрғанда мен кетіп қалдым. Мен кетіп қалғаннан кейін, мен ашатын уақытта боламай қалдым ғой. Әлі бүтпеген жақсы. Сонан кейін, ол ашқан қылып нағылды, кейін мен барып сөйлегенде қайық кіріп кетерін білмей қалды ғой бәрі. Жерді алған мен, документтің бәрі қазір менде. Шертожы да менде, документі де мен. Бұны қайтып сөйлейді. Бұлар өлік па, тірі ме өзі? Жаны бар ма, жоқ өлік па, не бұл? Документтің бәрі менде ғой бәрі. Тірісі тірі, өлгендер өліп кетті. Өлмесе. Бірақ дегенмен еңбексіз еттіңіз, абыройды біреу алған болып тұр ғой. Абыройды біреуге тіркеген болып тұр. Сол бітірген болып, сол жасаған болып. Ол бітірген жоқ, онда да біткен жоқ. Әлі біткен жоқ қой. Әлі біткен жоқ. Әлі біткен жоқ қой. Әлі біткен жоқ қой. Қазір жерін сатып жеп қойыпты ғой біраз. Ондай да нәрсе бар ма? Анау заправкілердің бәрін жерін сатып қойыпты ғой. Заправка да біздің жеріміз ғой. Онда біраз кетіп қойыпты ғой. Енді дінді 25 жыл басқардыңыз. Оның 15 жылын қазилық қылдыңыз, 10 жылын муфти болдыңыз. Сол кезеңде қасыңызда көмекшілеріңіз болды. Біраз өзіңіз үміт артқан шәкірттеріңіз болды. Бірақ сіз биліктен кеткеннен кейін солардың бәрі қауқарсыз болып шықты. Яғни діни қайраткер ретінде көріне алмады. Олар ондай деңгейде болуына не себеп? Олардың өзінің әлсіздігі ма, жоқ әлде сіздің тәрбиеңіз солай болып шықты ма? Енді мәселен ол уақытта ақылды дана адамдардың балдары дінге жоламайды.
Өйткені коммунист әкелері. М. Комсомол. Олар діннен қашқан. Бұған келіп оқығандар ауылда жүргендер. Оны әкеп оқытып, оны қалай киініп жүру, қалай жүру, кімменен қалай сөйлесуінің үйретудің өзі қанша. Адаммен мәміле жасауының үйретудің өзі қанша. Ол менен басқа кім бар өрді дінді істейді ғой. Кім бар? Шалдарын коммунист, атеист, арақбас, одан кім шығады? Сонда жалғыз өзім соларды тәрбиелеп соншалыққа әкелгеніме рахмет айтудың орнына не деп отыр? Ал мен біреу үшін жауап бермеймін ғой. Бірақ мен тәрбиеледім. Мен кеткеннен кейін өзін алып кете алмаса өзінің жұмысы. Ал мен біреу үшін жауап бермеймін. Тұр ма? Бірақ уақытында істеттім мен. Әйтеуір қолмен істеттім. Мәселен, Асылханды өскемендерге жібердім жұмыстарымен. Сөйтсе барған, сен мүфти боласың, сен мүфти боласың деп тұрған. Сен мүфтилікке дайынсың дейсің, соға сенген. Ақымақтық емес па? Кейін ояқтан біреу айтып қойған екен, қай кіріп кетерін білмей қалды ғой. Қайға кіріп кетерін білмей қалды ғой. Бұл не дедім? Мен сені жұмысқа жібердім. Алдағанға көніп отыруың сені қалай? Сен өзін айып қып жіберу. Сен имамсың дедім. Бірақ найып деп атып көтеріп қойғам сені деді. Айлықты имамды қаласың сен деді. Мұндайлар көп қой. Мәселен Серік. Серік жаңағыдай апарып хабарлап тұратын қойған. Не? Басқа кім бар? Оғанда жетіп хабарлайтын адам болмаса болмайды ғой. Әрине. Мәселен Серік пенен Нұржан Египет тастап 2 жылда қашып келген балдар. Оны қайтесің? Ояғы да бар, іздесең керек болса. Бұл немене дейсің? Бірақ мен соларды жібердім. Айттым ғой, 80 баладан бітірген мына уақытта. Сансызбай нелер анау. 100 баладан жоқ дедім. 20 баладан жоқ. Бұның бәрін мен өтірік айтып отқаным жоқ қой. Оның бәрі менің еңбегім емес па? Еңбегіңіз оны ешкім жоққа шығара алмайды ғой. Оны жоққа шығарам. Осын неменеге сөйлеп отырмын? Ал мен кеткеннен кейін, ал енді мақұл күшті екен, неге қазір бұлар жақырап шығып кетпеді? Соны айтып отырмын ғой енді. Жақырап неге шығып кетпеді? Анау ненің бұлттың арасынан шыққан күн сияқты. Анағып шығып, көтеріп апарып қойған жерінен ары кете алмай ағарып жатыр ғой бәрі. Ол бар енді. Жоқ қатама мен. Тура. Не дейсің бұны? Сонда жалғыз өзім істеп, мына өкпелегім жоқ қой, мен жалғыз болдым ғой. Үйттім. Мен елім үшін, дінім үшін жұмыс істедім. Мен ешкімге өкпелемеймін. Өйткені Алла маған сол ілімді берді, істе деп берді, мен істедім қолымнан келгенінше. Тұр ма? Тура. Мына арабтарды әкеліп балдарды оқытадым. Арабтарға діннен сабақ бердірмеймін. Құраннан сабақ бергізем. Болды ондай. Араб тілін үйретуге бергізем. Араб тілін үйретуге бер. Басқа шариғат не айтуға рұқсат етпеймін. Өйткені бұзат деп. Түріктерін де солай қалды. Осының бәрі мен ақылдығымнан болмаса, бұның бәрі бұзып кетпес пе еді? Мысырда мұндай, Түркияда мұндай деп бұт жітін шығармас пе еді? Сіз кеткеннен кейін солардың бәрі сабақ беруге кіріп кетті ғой. Мен кеткеннен кейін кіріп кетті. Ақырында былқ-сылқ болып кетті ғой. Кейін тұс-тұсына кетіп, бірін жия алмай қалды ғой. Бұны қайтесің? Пакистаннан келген, неден келген, нелердің сөйлеп кеткеннен сонын ақ білмейсің ба? Кеше көре алмай жүргендер бүгінгі ау деп қапты. Қалай? Әлі күнге дейін оқу саласын бәрі сүлейменшілер ұстап отыр. Қалай болсын? Міне, оған қалай қарайсың? Басшы мықты болмаса, әркім билеп кетеді. Бітті. Тұр ма? Тұр. Енді бірақ әрбір билікте болған басшы түбі кететінін біледі ғой, енді бір ерте ма кеш пе бәрі кететінін. Сонда шәкірттеріңіздің ішінен біреуін немесе бірнеше адамды тәрбиелемедіңіз бе? Тәрбиеледім. Ал енді қолына келгенше. Өзіңіздің орныңызға қызметке, билікке келуге. Ал енді соның салдарынан Әбсаттар қажы келіп 10 жыл отырды ғой. Билікке Әбсаттарды анау әкелді. Ол белгілі. Кім әкелген? Ол Әбсаттар Шымкенттегі Мәдениет институтын қазақ тілі факультетін бітірген. Шымкенттегі Мәдениет институтын қазақ тілі факультетін бітірген. Ол Жолдасбек, Өмірбек Жолдасбековтің қайынысы, қатынның әкесінің қарындасының баласы. Білдің ба? Ол
О сүреген Өмірбек Жолдасбек. Бірақ бұл арабист емес. Бірақ араб тануға жіберген. Бұл Мароккода 3 жыл жүрген. 3 жыл бір үйде жатқан, қандай екенін анам жылап жіберді. Бір жақсы ет тілді сөйлеп үйренбеді, нағымат деп. Міне, сол арабтың өзі айтып берді маған, Мароккоға барған. Қалай бұл бас алып, қалай қазбетіп жүрді. Бірақ сол 13 жыл дінді басқарды ғой Қазақстанда. 13 жыл басқартып қойып, вахабист әкелдірді. 2001 жылдан бастап. Мынақа салды. Оны кейін ол көрмеген болып әкеліп, деп қоя берді. Анаяқтағылар келіп басқарып, олар отырды. Сөйтіп өздері бөліп алды, өздері билеп жатты. Ол дін басқарған жоқ, дінді біреуге істетуге, бұзып беруге келген адам. Не істедіген? Соның арқасында түрлі ағымдар гүлденіп шыға келді. Түрлі ағымдар гүлденіп, ой, қандай тамаша болды деп, оның атын көтерген болып, оны наған болып, шыға келді де, оны келдірмеген мені бұлай қойған болып шықты. Дұрыс па? Солай болып тұр, иә. Бүгінгі күнде дін мамандарынан абырой кетті, оны өзіңіз де білесіз. Муфтиятта қадір қалмады. Ал енді сізден кейін 4 муфти ауысып отыр. Бірақ сол 4 муфтидің 3-еуін сіз шәкіртім дейсіз. Осылардың еңбегіне қандай баға қояр едіңіз? Мен бағаны халық өзі қойсын. Халықтан жақсы баға алып тұрған жоқ қой, сол үшін сізден сұрап отырмын. Сол бағаларымен өздері тұрсын. Өйткені Апсаттар 13 жылда басқарды деп әшейін ағылып отырып, кукылағып қойып отырды. Оны кейін аналар келді. Бірақ не істеді? Өздері білді, өздері жауап берсін. Мен мына 3 нәрсеге біреуді мақтаудан, біреуді даттаудан, саясаттан аулақ адаммын. Бұл үшеуіне араласпаймын мен. Ал мақтайтындар мақтабасын, даттайтындар даттабасын. Ал саясатыны ішетімен ішіп кетсін, кіретін кіріп кетсін, оның мен шатағым жоқ. Doğru ма? Болды ма? Болды. Неге елімізде асыл дініміз осындай бейшара халде қалып қойды? Бұның бүгінгі қарап тұрсаң, ислам ішінде ең бейшарасы жетім баланың халінде қалып қойып отыр. Енді сонша жыл ел басқардыңыз, дінді басқардыңыз. Осы дін басшыларына, діндарларға қандай жол сілтер едіңіз? Тоқта, менің уақытымда ешқандай жетім болған жоқ. Сіздің уақытыңызда болған жоқ. Енді сізден кейін болған бүгінгі жағдайды айтып отырмын. Өздерінен сұра дедім. Оны кейін басқарғанда оған мен неге жауап беруім? Жоқ, сіз бұл жерде жауап беру емес, сіз қандай жол сілтер едіңіз? Енді алдағы уақытта осы дінімізді әртүрлі бір абыройын көтеру үшін. Ол үшін сен өзің беделді болуың керек. Өзің беделді сөйлеген сөзіңнен таймайтын болсаң, басқа жақтың бәрі саған қатты нағаламайды. Ал қазір шақырып алып, айқайлап, ұрсып жіберіп отырады. Олардан не шығады? Сонымен бітті. Тапсырманы орындап жүре береді. Жүре береді. Не бар? Енді бұндай қарқынмен кете беретін болса, көгеруіміз қиын ғой. Жоқ, Алладан сұрауымыз керек қой. Иншалла. Қарап отыруға болмайды ғой. Рахмет. Олай болатын болса, бүгінгі талдап отқанымыз бұл ел арасында жүрген өсек, ғайбат, болмайтын сөздер. Бірақ дегенмен бұны сіз айтқан нәрселерді көпшілігін біреу білсе, біреу білмейді. Біреулер атымен естімеген, сондықтан да өз аузыңыздан естейін деп бүгінгі сұхбатқа шақырған себебіміз сол еді. Рахмет, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Ал енді халқыңызға не айтар едіңіз? Бір ауыз сөзбен осыны түйіндесек. Мен халқыма ризамын. Неге? Мен келген уақытта коммунистер еді. Мен келгенде комсомол еді. Ұзамай дінге келіп, Қазақстанда діннің дамып кетуіне себепші сол халқымның өзі. Аллаға шүкір. Сол үшін халқыма мен ризамын. Ал енді сол жақсы жолға түскенде ала қарап дамытуға Алла тағала нәсіп етсін. Олар сол жақсылыққа келуге барлық жастарымыз, қыздарымыз, балдарымыз жақсы жолға түсуге Алла нәсіп етсін деген тілекте отыра беремін. Әмин. Болды ма? Болды, рахмет. Құрметті көрермен қауым, біз осымен өзіміздің сұхбатымызды аяқтаймыз. Алда да әлі талай сұхбаттар болады, талай сұрақ жауаптар болады. Егер көңілдеріңізде, көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болатын болса, комментке жазыңыздар. Біз міндетті түрде қараймыз, міндетті түрде жауап беруге тырысамыз. Жақсы, қуанышты жағдайларда кездесейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.